Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Қадір түнінде мүлдем ұйықтамау керек па түнде? Әлде құлшылығын жасап болғаннан кейін ұйықтап демалып алса бола ма? Себебі жұмыс істейтін адамдар да бар ғой. Иә, дұрыс қой. Ең абзалы ұйықтамаған жақсы. Иә, бірақ ұйықтауға болмайды, ұйықтау харам деген сөз емес. Иә. Мүлдем ешнәрсе жасамай, қадір түнін ұйықтап өткізген адамнан гөрі дұға жасап, құлшылық жасап, намаз оқып, садақа беріп үлгеріп, бір пайдалы нәрсені үйреніп қап, Алладан тілейтін бәрін тілеп алып, демалып, жаңағы ертесіне жұмысқа барған адамның ісі артығырақ та. Бірақ үшінші бір адам бар, ол таңға дейін ұйықтамайды. Таңға дейін құлшылық жасайды. Жай ғана ұйықтамау жеткіліксіз ол жерде. Шариғатта бізде қадір түнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қандай амалмен қадір түнін өткізді. Одан кейін сахабалар қандай амалды қадір түнде жасап қалуға тырысты. Қадір түні деп саналған түндерді қалай өткізді? Сол амалдарды жасауға, соларға ұқсауды жаңағы көздеп сөйтіп өткізетін болса. Сосын амалдардың әртүрлі. Иә, ұстаз, осы жерде именно қандай амалға аса мән беру керек? Енді дұрыс қой, амалдар, сауап жинайтын амалдар көп қой енді. Бірақ именно осы амалға аса мән беру керек деген бар ма? Қадір түні ең жақсы, ең абзал жасалынатын амал ол дұға бірінші кезекте. Дұға. Сол үшін біз өткендерде айтқанбыз, есті мұсылман, ақылды мұсылман дейміз ғой енді. Ақылды мұсылман менің Раббыммен сөйлесетін уақытым бар дейді. Менің Аллаға өзімнің мұңымды шағатын уақытым бар. Менің Аллаға сырымды айтатын уақытым бар. Алламен жеке қалатын кезім бар деп осы уақытқа дайындалады. Ол жаңағы біз айттық, мысалы сәресі уақыты дедік, немесе ауызашар уақыты дедік мысалы. Сол секілді қадір түні жылында бір айналып келетін, жылына бір-ақ рет келетін бір түнім бар менің. Ол қадір түні деп аталады. Сол түні Раббымның бүкіл мейірім есіктері ашық тұрады. Мен осы кезді пайдаланып қалуым керек деп адам дайындалу керек та. Жаңағы дұға деп айтып отырмыз да, бірінші кезекте дұғаның тізімін жасау керек та адам. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистерде дұғада мұсылман мамандану керек дейді. Мамандану керек деген сөз не? Мысалы біреу телефонның маманы, біреу киімнің маманы, біреу стрижка, прическалардың маманы да, мысалы біреу очкидің маманы болуы мүмкін да, неше түрлі. Я, сол секілді дұғада да мамандану деген сөз, дұғаны қалай жасау керек, дұғаны қандай сипатта аузыңнан шығару керек, қандай дұғаларды жасауға тырысу керек. Бірінші Құрандағы дұғалар, пайғамбарымыз хадисіндегі дұғалар, одан кейін арабша айтылса бола ма, болмай ма, қазақша айтылған дұғалар, сосын сенің бүкіл дүниең мен ақыретін барлық жан-жақты қамтыған дұғалар, осының барлығын жазып дайындалды. Сонда сенің алдыңда 8 сағат, 10 сағат уақыт бар да. Шамамен, мысалы, қазір бүйтіп есептейтін болсақ, сағат 6-дан 15 кеткен кезде ақшам намазының уақыты кіреді, адамдар ауыз ашады. Сәресі қай уақытта? Таң намазының кіретін уақыты? Таң 4:30. 4:30-дарда. 4:30 дейтін болсақ, Алматының есепте қанша болады? 4:30 сағат, мына жақтан 5:30 сағат 12-ге дейін. 12-ге дейін 5:30 сағат қой. 5 сағат 45 минут. 12-ден 5 сағат 45 минут, 9 сағат 10 сағат қой. 10 сағат, груб айтқанда 10 сағат деп есептеші, бағана айтып отқандай 12-де 10 сағат. 10 сағат бойы барынша ұйықтамауға тырысып, шаршасаң да, жылына бір-ақ рет келетін күнді, сен үшін ол сені тозақтан құтылдырып жібереді. Сен үшін бүкіл өміріңді 180 градусқа өзгертіп жіберетін түнді. Сен үшін ешқандай шешілмей жатқан, ешкім шешіп бере алмай жатқан проблемалардың бәрі шешіліп кететін түнді. Шешіліп кетейін деп тұрған түнді. Сенің бұл дүниеде дәрежең көтеріліп, ақыретте Алланың алдына барған кезде де, ан өмірде сен осы өмірде қадір түнде жасаған дұғаң үшін қуанатын сәтті мынау. Қалай өткіздің солай да. Сол үшін адам барынша, мына жерде енді біздің нелеріміз бар ғой, енді оқырмандарымыз бар, көрермендеріміз бар, айтылатын негізгі нәрсе ол дұрыс, адам шаршауы мүмкін, ертесіне жұмыс болуы мүмкін, бірақ ұйықтасаңыз да, демалсаңыз да түннің басым бөлігін ұйқысыз құлшылықпен өткізіп барып демалыңыз. Онақтың ғой десеңіз. Немесе барынша жаңағыдай дұға жасап сәресіге дейін ұйықтамай, таң намазынан ұйықтамай дұға жасаңыз. Бірінші бұл дұға мәселесі. Екінші намаз. Әрдайым енді адам 10 сағат бойы дұға жасап отыра алмауы мүмкін. Шаршайды, жалығады. Идеясы өтіп қалады, мидағы идеялар өтіп қалады ғой, полный. Өзінің бүкіл дайындығы бітуі мүмкін ғой енді. 1 сағатқа жетуі мүмкін, 2 сағатқа жетуі мүмкін. Сосын намаз оқыңыз. Намазыңызда ұзағырақ, салмақты, ойыңызды шашыратпай, жаңағы
бір изілтке ойыңыз жинақтап деген сияқты сөйтіп оқыңыз. 2 ракағат оқыңыз, 3-4 ракағат оқыңыз, 6 ракағат оқыңыз. Мысалы ғой, енді бұл қатып қалған шарт жоқ. Енді жамағатпен бірге мүмкін адам парыз намазын оқуы мүмкін, тарауих оқуы мүмкін, одан бөлек айтып отқанымыз. Сөйтіп болғаннан кейін қайтадан жаңағы дұғаларыңызды жасаңыз. О баста жасап қойған едіңіз, ол дұғаны қайтадан қайталаңыз. Ешқандай әбестігі жоқ, ешқандай несі жоқ оның. Әдепсіздігі жоқ та оның. Одан кейінгі нәрсе Алланы зікір ету. Бұл да жалықтырмайтын жаңағы амал. Тек қана 1-2 амалды ғана қайталап қою емес, намазбен жаңағы дұға ғана емес, Алланы зікір ету. Алланы зікір етудің біз мысалдарын айттық. Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, ла хаула ва ла куввата илля билля, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим деген сияқты. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат айту. Аллахумма салли ала Мухаммад, жаңағы кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим, кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим, иннака хамидун мажид. Ва барик ала Мухаммад ва ала али Мухаммад, кама баракта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим, иннака хамидун мажид. Салауаттың ең кемел түрі. Осын 100 рет айтыңыз. Сосын жаңа зікірлерді әрқайсысын 100 рет айтыңыз. Сосын қайтадан тұрыңыз 2 ракат намаз оқыңыз. Осы амалдар. Сосын комбо десеңші, араластыру керек бүкіл амалды. Бір осындай бір 4-5 амал бар. Құран оқу одан кейін. Құран оқу. Сосын қасыңызға бір әдеби бола ма, жаңағы діни бола ма, 1-2 кітап. Мұсылман қорғаны бола ма, жоқ жаңа дұғалардың жинағы бола ма, сол секілді бір кішкентай кітаптарды әкеп қойып, оны ішін парақтасаңыз болады. Сонда сіздің бірнеше амалыңыз 1 сағат, 2 сағатқа созылуы мүмкін. 2 сағаттан кейін қайталайсыз да осы амалдарды. Жалықтырмайды сол кезде. Сонда жалықтырмайды. Бұл күні ешкімге назар аударудың, ешкімге көз салудың, біреуді қызықтаудың, анау не істеп жатыр, мынау не істеп жатыр деп қарамайтын түн. Ешкімге мән бермеңіз, ешкімге қарамаңыз. Мешіттің ішінде болатын болсаңыз, анау не істеп жатыр, мынау не істеп жатыр деп елге қарап, соткаңызды қоя тұрыңыз. Егер енді дұғаңыз басқа айтатын дүниелеріңіз сотканың ішінде болатын болса, онда просто соткаға қарайсыз да. Бірақ әлеуметтік желіні өшіре тұрыңыз бұл күні барынша да, өйткені адамның көңілін аударады. Уақыт кетіреді. Бір кірген адам кіріп кетуі мүмкін да соның ішіне деген секілді. Әйелдер үйде өткізуге болады. Мешітке барса да болады, бірақ мешітте ол түндері адам көп болуы мүмкін. Сол үшін әйелдер барынша үйде болған абзал. Үйде болғанда көбірек басқаларға назар ауылмайды. Көңілін аударатын ешнәрсе жоқ. Үйде дұғасын жасап, зікірін жасап, бағанағы айтып өткендей ең абзал амалдар осылар. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.